Проверка дымогенератором. Бүгін Hyundai Creta 22 жылға дымогенератормен тексердік. На всякий случай пенамен де тексердім. Оборот плавать етіп жатыр. На холодную моторды суыттық, мотор салқын. На холодную әдені тексердік, на горячую әдені тексердім. Так, енді обороттың плавать еткенін, қазір дроссель заслонканы жуып тексереміз. Дроссель жуғаннан кейін кету керек. Официальный сезон ашылды. Походу менде сезон жабылғанда жоқ, қысымен істедім. Шымкент қаласы Тугиста жаңа жол 6 десеңдер, АСЕ магазин шығады. Орысшалап АСЕ десеңдер, Тугиста Яндекста шыға береді. Азанда 11-ден түнгі сағат 12-ге дейін. Күнделікті. Так. Hyundai Creta 22 жылғы. Машина жалпы ухожена. Благодаря дроссель не критично, есть загрязнение, кір бар. Бірақ анау айтқан сұмдық емес, енді артын қараңдар. Бірақ ужас болып отыр. Машина ухоженный. Егесін білем, постоянно уходта жүреді. Мынаның ішінде сұмдық болып отыр. Енді қазір отверткамен көрсетуге тырысам. Мына жерінде углубление бар. Осы углублениядан мынау мап демалады. Значит, бізде мап сенсорда. Мынау мап сенсор. Бізде мап сенсорда, значит, тұншығып жатыр. Біз промывка жасаймыз. Сөйтіп болғаннан кейін бір результатын көреміз. Дымогенератор на холодную, на горячую тексердім. Подсос абсолютно жоқ. Таза. Вот қазір осымен енді плавание оборотты устранить етеміз. Маппен дросельді жуып. Так, Creta. Оборот плавать еткені қойды, дроссель тазыладық. Ошибка жоқ, чек жоқ, оборот ұстап тұр. Рабочийда. Так, қазіргі уақыт 22:52.